Мен есімім Ерсаев Сұлтан Шәріпұлы. 2008-де Бақанас ауылындағы колледжді бітірдім. Содан бастап өзімнің жеке шаруа қожалығымды жүргізіп жатырмын. Қол астында 3-4 адам бар, жұмыс істейтін, малшылар бар, көңілшілер бар. Сол енді ірі қара мал ұстап жатырмын. Жаңағыдай құстар ұстап жатырмын. Неше түрлі құстар бар, тауық бар, үндік бар, қырғауыл да бар. Соны енді ары қарай дамытуға қол салыстырып жатырық. Соны тағы енді басқа да шаруалар да бар, балық өсіріп жатырық дегендей. Соны қол астында 3-4 адам жұмыспен қамтамасыз етіп жатырмын. Мал шаруашылығынан субсидия алдық. Субсидия жақсы көмектесіп, сол малды көбейтіп, жайлап сөйтіп жалғастырып отырмын енді. Ал мына өзіміздің мына көліміз бар. Балық асырап жатқан сол көлге неше түрлі балықтарды жібергенбіз. Түрлері бар. Енді қазіргі осындай ауа райы болып тұр, мына көлдің беті шамалы қатып тұр. Жаңағындай балық өсіріп, ары қарай жалғастырамыз. Биыл 25 жылы президентіміз жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялаған. Ол өте қуанышты жаңалықтар. Енді сол болашақ кәсіпкерлерге, сол оқып жатқан енді түлектерге табысты, берекелі болады деп